қауіпті. Күйреген арман өмірді бақытсыздыққа душар етуі де мүмкін. Адам кім болса да еңбек етіп терге шома жұмыс атқаруы тиіс. Өмірдің мәні мен мұраты, оның бақыты мен мақсаты осында. Бақыттың базарында шалқу үшін өз жәннатың болу керек. Ортақ бір жұмақ бәрінің көңілінен шыға қоймайды. Бақыт деген екеудің сыбағасы. Басқаларды бақытты етуге тырыса отырып, өз бақытымызды табармыз. Саналы да ерікті еңбек қана адамды бақытқа кенелтеді. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Бақыт барын салып еңбектенгенге бұйырады. Жақсылықты үйреткен мектеп бақытты мектеп. Кімге мына 5 нәрсе берілсе, ол адам бақытты. Денінің саулығы, сенімді болуы, ризықтың көптігі, мейірімді және сенімді жар, сабырлылық сезімі. Бағалай білмеген адам бақытқа жетпейді. Армандай білмеген адам мұратқа жетпейді. Бақыт бір жерде тұрмайды. Ештеңеге қарамастан үйрен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Бай болсам бақытты болам демес. Бақытты болсаң байлықтың өзі кетпес. Өзімізді бақытсыз деп сезінуіміздің себебі басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда. Бақыт дегеніміз жақсы денсаулық пен нашар есте сақтау қабілеті. Бір күні өлім келетінін мойындай білу керек. Мәңгілік көктемді армандауды доғарсаңыз, жаз бен қыста бақыт сыйлайды. Кім бақытсыздыққа шыдаса, сол бақытты. Өз тағдырына риза болмағандар басқаның бақытын қызғанады. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпынуы. Қайғыны жалғыз көтеруге болады, бірақ бақытқа екеу керек. Ең ғажап қала ол адамның бақытты болған жері. Еңбек бақыттың атасы. Кім өзін құрметтесе, сол бақытсыз, бірақ оның есесіне өзіне әбден көңілі тоқ адам ақылсыз. Бақыт қонған ерлердің әрбір ісі оң болар. Дәулеті күнге артылып, не қылса да мол болар. Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адам бақытты. Біз бақытты болмай, ол сөзді қолдануға құқылы емеспіз. Біздер бақыт өзі келеді деп күтпей, керісінше оған өзіміз қол жеткізуіміз керек. Қуаныш пен бақыттың жанымызға терең бойлағаны соншалық, оған үнемі ынтығамыз да тұрамыз. Бақытты адамдардың ұстамдылығы баянды сәттілік сыйлаған сабырдан тарайды. Бақыттың емін табатын дәрі-дәрмек жоқ. Бақытты болған жеріңізге ешқашан қайтып оралмаңыз. Қайда жүрсеңіз де өзіңізді бақытты сезініңіз. Ал белгілі бір жерге қайтып барсаңыз, онда барлығы құриды. Қанағаты бар адамға бақыт бұйырған. Бақытты сырттан емес, жүрегіңнен таба біл. Егер сені Құдай бақыт еткісі келсе, қиын жолдармен жүргізеді. Өйткені бақытқа оңай жолмен жету мүмкін емес. Адам өз-өзіне неғұрлым мәз болса,
оның бойында мәз боларлық нәрсе соғұрлым аз болғаны. Бақытсыздық бұл өзіміз, ал бақыт басқалар. Даңқ адамның бірінші бақыты емес. Рухани жағынан сұлу адамдар, бұлар ең алдымен бақытты адамдар. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Бақыт тек қана бізді сүйетін және үнемі күтетін жерде ғана. Адамдардың 3 тобы бар. Бірінші топ жаратушысын іздейді және тапты. Бұлар ақылды әрі бақытты адамдар. Екінші топ жаратушысын іздеп жүр, бірақ тапқан жоқ. Бұлар ақылды, әлі бақытсыз адамдар. Үшінші топ жаратушыны іздеп те жүрген жоқ, тапқан да жоқ. Бұлар бақытсыз, әрі ақымақ адамдар. Бақыт емдейтін дертті бірде-бір дәрі емдей алмайды. Арада махаббат оты бар неке ғана бақытқа кенелтеді. Сүю һәм сүйікті болу қандай орасан бақыт. Құстың ұшу үшін жаралған сияқты, адам да бақыт үшін жаралған. Өздерін бақытсыз адам деп есептейтіндер бақытқа жетуге сәл-ақ қалғанда шыдамай кетіп қалған адамдар. Жүректі шын күйдірсе, махаббат азабының өзі де бір қуаныш емес пе? Иә, зор қуаныш. Өйткені жүрек күйу үшін шын махаббат орасан зор махаббат керек. Ал ондай махаббат жаныңа азап салса, ол да қуаныш, бақыт. Бақытта баян жоқ, ұшқан құс тәрізді. Бақыт көктемгі бұлт сияқты, көрген түстей, ұшқан құстай өтеді де шығады. Мен бақытты бастайтын жолды білмеймін, бірақ сәтсіздікке ұшырататын жолды білем. Ол бәріне бірдей жақсы көріну. Бақ әрбір адамның есігін өмірінде бір рет болсын қағады. Алайда ол адам сол уақытта үйінде болмағандықтан есіктің қағылғанын естімей қалады. Бақаның бағынан сұңқардың соры артық. Орындалған арман бақыт, орындалмаған арман күйік. Баласыз адам бақытсыз адам. Бұл өмірдегі ең үлкен бақытыңыз бақытты балалық шағыңыз. Бақытты іздеп табамын деп байбалам салмай-ақ қойыңыз. Өйткені бақыт деген сіз, тек оған жету үшін барлық қырыңызды танытуыңыз керек. Бақыт дегеніміз бұл сіздің ойлағаныңыз, айтқаныңыз бен істеген ісіңіздің өзара үйлесімде болуы. Біздің бақытымыздың 10-нан 9-ы денсаулығымызға байланысты.